Аптап ыстықта қандай тағамдар жеуге болмайды? Ыстық кезінде барлығыңызға белгілі бас ауру, тахикардия, шөлдеу, белсенділіктің төмендеуі күшейіп кетеді. Сондықтан адамдар балмұздақ пен тәттілер жеуге ұмтылады. Бұл туралы бүгін KZ ақпарат агенттігі айтты. Ыстықта біз салқындау үшін балмұздақ жейміз, бірақ бұл қате. Себебі денеге суық тағамдар мен сусындарды сіңіру қиын болғандықтан белсенді жұмыстың арқасында іштен жылына бастайды екенбіз. Қарбыз, қауын және тәтті шие. Жазда жеміс-жидектің түр-түрі піседі. Әсіресе қарбыз бен қауынға деген сұраныс артады. Алайда ыстықта әсері бар жемістер жеуге қатаң тыйым салынады. Оларға қарбыз, шие, өрік, шабдал жатады. Бұл өнімдер адамның белсенділігін төмендетеді. Мөлшермен ғана жеуге тырысыңыз. Кәуаптар, шашликтер, басқа да майлы әрі қуырылған тағамдарды ыстықта жеу ұсынылмайды. Оның бірден-бір себебі қорытуға ұзақ уақыт кетеді. Бұл ағзадағы процесті қиындатады. Ащы өнім мен дәмдеуіштер. Ащы тағамдар мен дәмдеуіштердің көптігі дене температурасының жоғарылауына алып келеді. Бұл ингредиенттердің құрамында болатын капсаицинді қосу арқылы пайда болады. Сондықтан міндетті түрде осы тәртіпті сақтаныңыз. Қайнатылған сорпа, жылы су ішуге тырысыңыз.